Сәлем достар, жұмыртқасы және ас содасыз тіске басар дайындаймыз. 400 грамм ұнымызға 200 грамм сары майымызды салып, жақсылап екеуін біріктіреміз. Екі қолымызбен араластырамыз әбден. Одан кейін 3 қасық қантымызды саламыз. Әрмен қарай 4 қасық қаймағымызды саламыз да қамыр болғанша илейміз. Мінеки қамырымыз дайын, қолға жабыспайтын әрі жұмсақ қамыр шығуы тиіс. Енді дайын қамырымызды пакетке салып, морозильникке 30 минутқа жібереміз. Қатырылған қамырымызды үкіштен өткіземіз, немесе ет тартқыштан да өткізуге болады. Маған үкіштен өткізген өте ыңғайлы әрі жылдам. 15-20 минутта пісіріп аламыз. Мінеки дайын болды. Суытылғаннан кейін қолымызбен үгітіп аламыз. Менде осылай шықты. Әрмен қарай кремін дайындаймыз. Ол үшін 120 грамм сары майымызға қалауыңыз бойынша қант қосыңыз. Мен 2 қасық қостым. Жарты банка немесе 3-4 қасық сгущенка қосамыз. Қойытылған сгущенкамен алмастырсаңыз болады. Сонда формасында жақсы ұстайтын болады. Мінеки осындай крем шықты. Енді дайын қамырымызбен кремімізді араластырамыз. Муравейнигімізме дайын болып қалды. Әбден араластырып болғаннан кейін холодильникке жарты сағатқа жіберсеңіз болады. Сонда формасын өте жақсы ұстайды. Және қалауыңыз бойынша форма дайындасаңыз болады. Кез келген стакан, кружкаға салсаңыз болады. Немесе қолмен дөңгелектеп. Мінеки менікі осылай шықты. Өте дәмді әрі дастарханда әдемі көрінеді. Дайындап көріңіздер. Ас болсын.